Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен тағы да мен бүгінгі видеода осы күнге дейінгі болған өзгерістер жайлы, жаңалықтар жайлы айтатын боламын. Өзгеріс дегенде қалай? Мендегі өзгеріс сол кішігірім осы тауық қораның маңайындағы болған кішкентай ғана өзгерістер ғой. Соларды айтатын боламын. Егер қызық болса. Так, бізде мынау тауықтар, тауық қораны полностью ішін бәрін стяжка қидым. Қолына теп-тегіс болып әдемі болып қалды. Стяжкасы кепті. Стяжканың бетіне осындай шөп төсегем. Шөп аздау болып тұр пока. Тағы төсем. Бірақ мынандай тесік істедім. Жоғарыдан біреу. Айттым ба айтпадым ба білмеймін. Төменнен біреу. Осы екі тесіктің арқасында, мынаның ішіндегі иіс бар, басқа жаңағы влажность бар, бәрі кетіп, күшті болып қалды мынаншы. Ендігі жұмыс стяжканы бітірдім. Енді мынау сыланбай қалған жерлер бар. Мынаны бұзып алып тастау керек маған. Басқаша істеймін, Оның алдында қыста амалсыздан балапанды қоятын жер болмағасын істегем. Алып тастаймын. Осыны алып тастаймын. И мынау сыланбаған жерлер бар. Осы жердің бәріне газоблоктың клейін жағып, кептіріп, ішінің бәрін ақтап, содан кейін барып тауықтардың қонағын істейтін болам. Бәрін пландап, как положено. Қатты бір күшті болып кетпесе де нормально істеу керек болып тұр ғой мына жердің бәрін. Аккуратно. Чертеж сызып кәдімгідей. Пока осылай тауықтар бұрыш-бұрышта отыр. Оны істейтін қол босамай кетті жұмыста. Жұмыс көбейіп кетті. Мына жақта тауықтар осындай болып жатыр. Бір нәрсе көбейсе, жан-жақтан солай қаптап қамалап кететін әдет емес пе? Сондай болып жатыр жағдай. Қол тимей жатыр тауық қораға қарауға. Кешкісін келемін, осылай бір мезгіл жемін, суын қараймын. Болды. И біздегі балапандардың жағдайы көрсететін боламын қазір. Қалай болып тұр, не болып тұр. Так. Бұл жерге де алдында айттым ғой видеода. Стяжка қиям деп. Стяжкасын бәрін қидым. Бірақ стяжканың астына пеноплекс или минвата ештеңе салған жоқпын. Тек стяжка, жердің бетіне стяжкаға салдым. Қысқа қарай қатты суық болып бара жатса, қолдайын ба көрем. А так қазір стяжканың бәрі кетті. Бұл жерге де осындай шөп төседім. Ішіндегі влажность, балапандардың бүлдіргені бәрі құрғақ болып тұр ғой міне. Құрғақ. Ешқандай влажность не жоқ. Күшті болып тұр балапандар үйренді мына жерге. Енді ақырындап далаға шығара бастаймын. Далада сетка істеу керек. Оларға сетка істеген жоқпын. Қоршау. Өйткені қоршаусыз қазір жіберсем далаға бұлар 50 жаққа қашқан кезде ие бола алмай қаламыз. И мына жерде плитаның беті ашық қалған. Соны жеп қойыпты. Шұқып кәдімгідей жеп қойған. Білмеймін, не зияны бар, ма жоқ па. Көреміз. Бірақ бәрінің жем жеуі, су ішуі бәрі нормаль. Зияны жоқ шығар деп үміттенеміз. Мына жерді ғана жаппай кеткен ғой, өткенде қарасам бүгін плитаның бәрін жеп қойыпты. Қайсысы жеп жүрген, несі біреу шықса бәрі шықиды ғой бұлардың. Мына жақта біздің ортаншы балапандар, мына жақта кішкентай балапандар. Мынау өзіміздің үйдегі домашний тауықтарының жұмыртқасынан шыққан балапан. Мұнда бізде брама. Без брама шығарған алдында инкубатормен. Сол бесеуі
осы балапандардың ішінде жүр. Так, өзі Брама деген өзі көрініп тұрады екен, ірі болып. Аяқ қол деппін ғой, аяқтары ұзын, в общем. Мойындары бәрі биік болады екен ғой, сразу білмеді екен. Міне мынау біреу жүр. И бұлар да үйренді. Жемін, суын жеп, осы жерде өздерімен өздері. Бұл жерде де осындай тесік істеп, ішінде ауа айналдырып қойдым. Бұл жерде де құрғақ, ешқандай влажность ештеңе жоқ. В общем, бәрі нормально. И менде 13 мамыр күні инкубатордан тағы балапандар шықты. Қазір осы видеодан кейін қосып қалам бәрін. Оларды да көрсетем. Жалпы осындай жаңалық. Ақырында өсіп жатырмыз. Инкубаторда балапан шығардым. Так, кеше 13-не шықты. Одан кейін тағы салып қойдым. Барковский, барвистый мен кучинский тауықтардың балапан жұмыртқаларын салып қойдым. Сонымен биылға тоқтататын шығармын. Биылға жетеді, осылардың өзін өсіріп алсам, сосын қалған келесі жылы көреміз. Бұдан кейін шығарсам, может, күрке тауықтың балапандарын шығарып көретін шығармын. 10 шақтысын. Күрке тауықты биыл солай пробны шығарып көрем. Если нормально болып, жақсы қарай алсам, келесі жылы күрке тауық шығара бастау керек. Тағы бір инкубатор алам ба, үлкендеу көреміз. Жалпы план сондай. Пока балапандарды өсіріп көреміз. Қалай болып жатыр, қалай өсіп жатыр, бәрін осылай көрсетіп, сіздермен бөлісіп отырамын. Не істеу керек, не істеуге болады, ақылдарыңыз болса айтып, комментарий жазып отырыңыздар. Өйткені маған менің білмейтін нәрсем көп негізі. Өйткені бірінші рет ұстап тұрмын ғой. Осылай біреулер жоғарыға шығып алып отырады екен түнде. Сосын айтпақшы, мына жерге лампочка істеп қойдым бүгін. Мына жерде ғана болатын алдында. Енді мына жерге де қойдым. Түнгі 10-11-ге дейін осылай жарық болып тұрады іші. Сосын түнде 10-11-де өшіріп қоятын болған. Жалпы жаңалық болса, басқа жаңалық жоқ. Біздің мини фермамыздағы жағдай осындай. Так, мұнда біздің инкубатордан соңғы рет шығарған балапандар мамырдың 13 күні шықты. Бұлар сол алдында қолдан істеген брудердің ішінде тұр. Ішін тазалап, ақтап, кептіріп бәрін ішіне салған болатын. Қазір жем жеп, су ішіп үйренді бәрі. Мұнда Брама бар, ішінде Барковская, барвистая бар, кучинский балапандар бар. И домашний тауықтардың, өзінің үйдегі тауықтарының балапандары бар, 4-5. Негізі Брама дегеннің балапандары кішкене әлсіздеу болып шығады екен. Оған көзін жетіп жатыр. Или жұмыртқаның сапасы төмен болды ма білмеймін. Бірақ именно Брамамен кішкене балапандары слабый болып тұр қазір. 2-3 бар ішінде, солай аяқтары осылай талтайып қалады. Білмеймін неге екен. Кім біледі, не істеуге болады осылай. Білетін кісілер болса айтып кетсеңіздер, мен үшін үлкен көмек болар еді. Өйткені не істерін білмей жатырмын. Аяғына уқалап та көрдім, қолмен массаж жасап. Білмеймін, болмайды. Аяғын байлап та көрдім жүкпен. Енді не істеу керек, мен білмей қалдым шынымды айтсам.
Ал Кучинский мен Барковскийлар, жаңағы қолдың домашний тауықтың балапандары. Тфай. Жақсы. Шустрый. Жалпы балапандар санын санаған жоқ, қанша екен. Бір 40-50-дің жобасында бар. Кішкене өскесін екіге бөліп қоямын тоже. Екіге ма, үшке ма даже. Брамаларды бөлек қоятын шығармын, өйткені кішкене қобалақ болады екен. Қобалақ болады, сосын жемге неге үлгермей қалып жатыр ау деймін. Жалпы осындай. Жалпы жаңалық осы. Келесіде кездескенше сау саламатта болыңыздар. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздердің жазған әрбір комментарияларыңызды қарап, в общем, қалай айтқанда мотивация ғой маған. Комментарияларыңыз, айтқан ақылдарыңыз бәрі мен үшін үлкен бір мотивация. Сондықтан маған солай мотивация беріп қойыңыздар. Амандықта кездескенше.